Креш жорықтарына байланысты маңызды сұрақты талдайық. Кеттік. Бірінші креш жорығының нәтижелері. Жалпы креш жорығы дегеніміз не? Бұл тарихта бізде мұсылмандар мен христиандардың арасында Иерусалим қаласы үшін болған күрес. Және бізде креш жорықтары тарихта 8 рет болған. 1096 жылы басылады және 1270 жылға дейін. Енді сұрақты талдайық. Бізде бірінші креш жорықтың нәтижесі бойынша 3 корольдік немесе 3 мемлекет құрылған болады. Енді А варианты Иерусалим корольдігі жауапқа сәйкес келеді. Онда бұл дұрыс жауап. Не үшін дейтін болсаңыздар, бұл бізде креш жорықтардың кезінде қазіргі Израиль жеріне құрылған мемлекет. Екінші В варианты Латын империясы. Бұл жауап сәйкес келмейді. Өйткені себебі бұл бізде 4-ші креш жорықтың нәтижесінде құрылған. Үшінші жауап С варианты Тевтон ордені. Бұл креш жорықтардың нәтижесінде құрылған мемлекеттердің қатарына жатпайды. Бұл да сәйкес келмейді. Д варианты Антиохия князьдігі жауапқа сәйкес келеді. Өйткені ол бірінші креш жорығы нәтижесінде Сирия жерінде құрған. Значит, бұл дұрыс жауап. Және Е варианты Эдесса графтығы. Бұл да жауапқа сәйкес келеді. Ол бізде бірінші креш жорығы нәтижесінде Армения жерінде құрылған болып есептеледі. Және ең соңғы вариант Александрия порты. Бұл жауапқа сәйкес келмейді. Яғни бұл сұрақта жауап үшеу болады екен. Бізде Иерусалим корольдігі, Антиохия князьдігі және Эдесса графтығы. Сұрақ түсінікті болса лайк бас. Келесі қандай сұрақ талдайық? Комментке жазып кет. Сіздермен Санжар ағайларың.